Саламатсыздар ма? Мен Тулешова Сауле Жаңабай қызы. Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжінің тарих пәні оқытушысымын. Қазіргі кезде елде болып жатқан жағдайларға байланысты білім беру ұйымдарында қашықтан оқыту жүзеге асырылуда. Осы бағытта төл тарихымыздың тереңіне үңіле отырып, жас ұрпақтың тарихи санасын көтеру мақсатында, сонымен қатар Алтын Орданың құрылғанына 750 жыл толуына орай ел тарихы Алтын Орда тақырыбында студенттердің реферативтік шолу конференциясын ұйымдастырып отырмыз. Соңғы кезде тарихшыларды ұлт шежіресіне осыншама қызықтырған бір фактор болса, ол әрине ұлы даланың 7 қыры мақаласы. Елбасы осы мақаласында талай дүниенің бізден шыққанын айтты. Сол айтылғандардың арасында қазақтар кешегі Алтын Орданың тікелей мұрагері деген сөзі талайды елең еткізгені рас. Себебі жарты әлемді иелігіне қаратқан мұндай тарихи мемлекеттің мұрагері басқа емес, қазақ дегенде кеудеңді мақтаныш кернейді. Иә, сол көшпенділердің ұлы империясының құрылғанына тұп-тура 750 жыл толып отыр. Бүгінгі конференция тақырыбы да Алтын Орда тарихына арналады. Олай болса, келесі кезекті баяндамашы студенттерге береміз. Саламатсыздар ма? Мен Шора Айнұр, Манап Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің салалық мамандықтар бөлімінің EA0119 тобының студентімін. Орда тарихының басталуы. Шыңғысхан қайтыс болар алдында өз иелігіндегі жерлерді 4 ұлына бөліп берді. Жошының үлкен ұлдары Бату мен Орда еженің еншісіне моңғол иеліктерінің қиыр батысында жатқан оңтүстік Ресей мен Қазақстан жерлері тиді. Бату Алтын Орданы, ал Орда ежен Ақ Орданы басқарды. 1235 жылы Бату қолбасшысы Сүмбедей Баһадүрдің көмегімен батысқа қарай жаңа жорық бастап, алдымен башқұрттарды, бір жылдан кейін Еділ Бұлғариясын жаулап алды. Ал 1237 жылы Руське басып кіреді. Сөйтіп 3 жыл бойы орыс князьдықтарын жаулаумен болады. Бату құмандардың батысқа қашып, Мажарстан королінің жерлерін паналап отырған Желеулеп, Шайбан, Орда ежен, Байдар және Мөңке сияқты Шыңғыс әулеті мен өз бауырларымен батысқа қарай жаңа жорық бастайды. Және Мұхи маңында неміс поляк рыцарларынан жасалған әскерлерді талқандайды. Бірақ Үгедей ханның қайтыс болғанын естіп, енді ғана қоршап қамай бастаған Венаны тастап елге қайтады. Моңғол әскерінің батыс бағытындағы жорығы осымен аяқталады. Бату 1242 жыл Мажарстан арқылы қайтып, Жолшыбай Печ қаласын Болгарияны бағындырды. Алтын Орда астанасы Сарай Бату, ал кейінірек Сарай Берке қаласы болды. Менің есімім Анарбай Ахмет. Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжінің КР-0518 тобының студенті. Бүгінгі менің баяндамам Алтын Орданың құрылуы. Осыдан тура 750 жыл бұрын Талас өзенінің бойында Шағатай Үгедей Жошы әулетінің ханзада нояндары жиналып, ұлы құрылтай өткізген. Ол құрылтай тарихта Талас құрылтай деп аталады. Үгедейдің немересі Хайду ханның шақыруымен өткен үлкен жиынға Жошы ұрпақтары Берке Чар, Мөңке Темір, сондай-ақ Шағатай ұлысынан барақ қатысады. Құрылтайда Шыңғыс қағанның дәстүрін сақтай отырып, көшпелілер мүддесін қорғаған маңызды шешімдер қабылданады. Ал ең бастысы, әрбір ұлыс жеке мемлекет болып жарияланады. Талас құрылтайын шешімін 3 ұлыстың шекарасы айқындалады. Мәуереннахрдың 3-тен 2-сін барақ алады. 3-тен 1-ін Хайду мен Мөңке Темірге тиесілі болады. Хайдудың Бұхараның төңірегінде билігі жүреді. Шыңғыс ханның ортақ мұрасы жолында бірлескен хандар. Одан былай қалаларға емес, таулар мен жазық далаларға, жазық жерлерге қоныстанатын болып уағдаласады. Бағынышты халықтардың салық жинау тәртібі тоқтатылады. Осылайша Талас құрылтайында Шыңғыс хан құрған үлкен империя ыдырап, оның орнына дербес 3 мемлекет пайда болады. Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Моғолстан бой көтереді. Құрылтайдан кейін Жошы ұлысының әміршісі Мөңке Темір өзінің хан деп сайлайды. Өз атынан теңге бастырады. Бұл дербес мемлекеттің белгісі еді. Сондықтан Талас құрылтайы Алтын Орданың Жошы ұлысы, ұлық ұлысы ресми түрде бөлек мемлекет болып қалыптасуына негіз болады.
Шыңғысхан 1227 жылдың ақпанында әкесінен 6 ай бұрын қайтыс болған өзінің ұлы Жошыға ертістің батысындағы жазықты берді. Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Адар және Хорезм, Хиуа. Өліп бара жатып, Шыңғысхан бұл жерлерді Жошының балаларына қалдырды. Бірақ үлкен бөлігін екінші ұлы Батуға берді. Батудың көпке таныла бермейтін бауырларының бірі Орда Ишен отбасының тұңғышы болды. Оның еншісіне қазіргі Қазақстан жері тиді. Оның жерінің оңтүстігіне Сырдарияның оң жағалауы кірді. Қаратау тауының етегіндегі Сығанақ қаласынан бастап Арал жағалауындағы өзен атырауларына дейінгі жерлер. Оның ішінде Амудария атырауына дейін созылған Атыраудың сол жағалаудағы алқабы, яғни Арал теңізінің шығыс жағалауының барлығы десек те болады. Ал солтүстікті бұл Сарысу алабын Торғайдан бөліп жатқан Ұлытау сілемі. Орда Ишен хандығы тарихқа Алтын Орда, Ақ Орда атауымен енді. Сәлеметсіздер ме? Мен Жұмабек Ерке Айым, ақпараттық жүйелер және есептеу техникасы бөлімі ЕТ-0219 тобының студентімін. Бүгінгі менің баяндамамның атауы Алтын Орданың ыдырауы. Түрік деректерінде Бату ханның әскерлері қыпшақтар деп аталды. Себебі ұлан-ғайыр өлкеде орналасқан мемлекет халқының басым бөлігі түркі тілдес қыпшақтар болды. Мемлекеттің басты саяси, мәдени тілі қыпшақ тілі. Алтын Орда мемлекеті тарихи әдебиетте Қыпшақ ұлысы деп те аталды. Алтын Орда қазіргі Ресей, Украина, Қазақстан және Кавказ жерінде орналасқан. Ал Шарықтау дәуірінде Алтын Орда шығыс Еуропаның Орал тауларынан Днепр өзенінің оң жағалауына дейінгі жерлерді алып, Сібірге терең байлап еніп жатты. Оңтүстігінде Орданың жері Қара теңізбен, Кавказ тауларымен және Моңғол Хулагу мемлекетінің қол астындағы Персиямен шектесті. Алтын Орда Өзбек және Жәнібек хандар тұсында едәуір көтерілді. Мәселен, Өзбек ханның кезінде мұсылман діні мемлекеттік дін болып жарияланды. Алғашқыда көне ұйғыр жазуы негізгі жазу болып қалыптасса, кейіннен ислам діні ықпалының күшеюіне байланысты араб жазуы да қатар қолданылды. 14 ғасырдың екінші жартысы Алтын Орданың тәуелсіз иеліктерге бөлінген кезі, ал 1379-1379 жылы ұлы дүрбелең кезеңі деп аталады. Артынан Тоқтамыс хан Алтын Ордадағы билігін соғыстағы жеңістермен бекіте түспек болып, 1382 жылы Мәскеуді өртеді. Ақсақ Темірдің басқыншылық жоспарларына солтүстік батыста орналасқан Алтын Орда кедергі жасады. Содан ол өз жорықтарын бастайды. Әмір Темір мен Тоқтамыс хан арасындағы шешуші шайқас 1395 жылы болады. Ол жайында сыпыра жырау жырлап өтті. Әмір Темірдің Алтын Ордаға жойқын соққы жасап, астанасын қиратып кетеді. Қырым сауда қалаларын тонайды. Ең шебер қол өнершілерін өз астанасы Самарқандқа айдап әкетеді. 1440 жылдары Ордада тағы бір азамат соғысы бұрқ ете түсті. Осыдан кейін ол бірнеше хандыққа бөлшектеніп кетеді. Олар Қасым хандығы, Қазақ хандығы, Өзбек хандығы, Астрахан хандығы және Қырым хандығы. Сәлеметсіздер ме? Ақпараттық жүйелер бөлімінің ЕТ-0219 тобының студенті Бүркітбай Мөлдір. Менің бүгінгі дайындаған баяндамам Жошы ханның тарихы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Алтын Орданың құрылғанына 750 жыл толуын мерекелеу аясында Ұлытауды халықаралық деңгейдегі этнографиялық туризм орталығы ретінде насихаттап, Жошы ханның есімін Ұлықтауды қолға алу қажеттілігін атап айтқан еді. Осыған байланысты қазақ жерінде Алтын Ордаға қатысты 3 бірдей ұлы оқиға өткен мекен бар. Олар Ұлытау, Сарайшық және Түркістан. Ұлытауда Ақ Орданың негізін қалаушы патша Жошының моласы тұр. Сәл әріректе Алталашқа қастерлі Алаша ханның зираты тұр. Осы Ұлытауда Орданың абыройын соңғы рет көріп кеткен Тоқтамыс пен Қазақ
қазақтың батырлық эпостарына арқау болған едіге қолбашы да мәңгі тыныштық тапқан деп айтып жатады. Ал сарайшық күллі Еуразияның тағдырын шешкен шаһар және Қасым ханның тұсында сарайшық қазақтың астанасына айналады. Сол патшамыздың соңғы демі осы қалада таусылыпты. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Бүгінгі конференциямызды қорытындылай келе, ұлы дала төсінде 3 ғасырдан астам уақыт салтанат құрған жошы ұлысының тарихына қатысты бір қатар маңызды оқиғалар мен тарихи ескерткіштер жетерлік. Енді оны көздің қарашығындай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу басты борышымыз. Сондықтан Алтын Орданың әлі зерттелмеген тұстары көп. Бұл ұрпақтардың еншісінде деп білеміз. Ал бүгінгі іс-шараға белсене қатысқан студенттерге алғысымызды айтамыз. Сау болыңыздар.